Бүгін сіздермен балалық шағымызды еске алып, мектеп кезімізді еске алып, дәл осындай бубликтер дайындайтын боламыз. Дәмі өте ерекше болып, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға електен өткізілген ұнымызды саламыз. Кішкене қант салып жібереміз. Дәмі өте ерекше болады. Және тұз, ашытқыларымызды салып, қолымызбен кішкене араластырып аламыз. Менің бұл қамырға қолданатын сүтім кішкене ашып қалған еді. Сонда да жылытып қосып жібердім. Дәмі келмейді, өте керемет болып шығады. Және жұмыртқамызды салып, кішкене сұйық майымызды салып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Егер де сіздерде үйлеріңізде сүт ашыған болса, оны төгіп, ысырап қылмай, дәл осылай қамыр илеп, балаларыңызға әдемілеп дәл осындай бубликтер дайындап берсеңіз болады. Біздің қамырымыз дайын болды. Бетін жауып, жылы жерге 1-2 сағатқа алып қоямыз. Енді біздің қамырымыз көтерілгенге дейін салмасын дайындап алатын боламыз. Мен сиыр мен колбаса қолданатын боламын, ал сіздер қаласаңыз сиырды ғана қолдансаңыздар болады. Үткіштің ірі тісінен сиырымызды және колбасаларымызды өткізіп дайындап аламыз. Дайындап алдық. Енді біздің қамырымыз көтеріліп шықты. Дәл осындай болып, керемет болып көтеріліп шығады. Қамырымызды тең 2 бөлікке бөлеміз. Жақсылап әдемілеп илеп жібереміз. Бетін жауып 15 минутқа тындыруға қалдырамыз. Бізде 15 минут өтті. Бірінші қамырымызды алып қойып, екінші қамырымызды жақсылап шайып аламыз. Достар, менің каналымда әртүрлі тағамдар, десерттер, салат, торттардың рецептері бар. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады. Және ыстық тағамдардың да рецептері өте көп. Барлығы сенімді, оригинал рецептер, өзім неше жылдан бері қолданып келе жатқан. Достарыңызбен, жақындарыңызбен де бөлісе отырыңыздар. Қамырымыздың бірінші бөлігін жақсылап жайып алдық. Енді алып қоямыз. Екінші бөлігін тағы жақсылап, дәл осындай етіп жайып аламыз. Жайып дайындап алдық. Мен осылай кетчуп қолдандым. Жақсылап барлық жеріне жағып аламыз. Енді жаңағы үткіштен өткізіп алған сиырымызды барлық жеріне бірдей етіп жағып шығамыз. Толық грамдарын описанияға жазып қалдыратын боламын, сол жерден кіріп көре аласыздар. Және Instagram парақшамның сілтемесінде қалдырып кетемін. Менің Instagram парақшаныма тіркеліп алыңыздар. Сиырды барлық жеріне бірдей етіп жайып алдым. Ал енді колбасаларды жайып шығатын боламын. Достар, осы жерде мен сиырды да, колбасаны да көп қолданып жіберіппін. Сіздерге описанияға кішкене азайтып жазамын. Колбасаларды да бірдей етіп жайып алдық. Енді екінші жайып алған қамырымызды бетіне жауып, шеттерінен видеода көрсетілгендей етіп жақсылап басып жабыстырып шығамыз. Жабыстырып алдық. Ал енді үстін қолымызбен жақсылап басып аламыз. Енді дәл осылай
3 сантиметрдей етіп кесіп аламыз. Kesіп алған қамырларымызды кішкене бір-біріне жабыстырып, қолымызбен видеода көрсетілгендей етіп жақсылап орап шығамыз. Орап жатқан кездеріңізде кішкене жай ораңыздар, ішіндегі салмасы төгіліп кетпесін. Дәл осылай формаға келтіріп аламыз. Және пергамент салынған формамызға бірінен кейін бірін салып, әдемілеп жайғастырып аламыз. Ал енді жұмыртқаларымызды бірдей етіп барлық жеріне жағып аламыз. Түстері әдемі болып шығу үшін. Осылай күнжіт қолданатын боламын. Күнжітті де әсемдік үшін сеуіп шығамын. Сіздер қолдансаңыздар да болады, қолданбасаңыздар да болады. Қызып тұрған 180 градуста 25-30 минутта пісіп шығады. Ал біздің бубликтарымыз пісіп шықты. Дәл осындай өте керемет түстері әдемі болып, және ішіндегі салмасы төгілмейтін болып, өте дәмді болып шығады екен. Міндетті түрде бір рет жасап көруге кеңес беремін. Бұл бубликтерді дастарханымызға кетчуппен тартуға кеңес беремін. Өте дәмді болады. Екі жағы да жақсы қызарып шығады, және қолыңызбен басқан кезде де жабысып қалмайды. Жеген кезіңізде көңіліңізге де тимейтін өте дәмді тіске басарлар болады. Таңғы шайға дайындап жесеңіздер болады. Достар, сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, комментарийға өз пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар. Сау, сәлеметте болыңыздар.